Сәлем достар. Бүгін баннерге тексті қалай жазуға болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге студия, болмаса бұрынғы аты Over деген приложениені жүктеп алу керек болады. Телефонға ол айфонға да, андроидқа да жүктеле береді. Одан кейін бұл жерде енді в основном біз қазақша шрифтпен жұмыс істейміз ғой, сондықтан осы студияға қазақша шрифтті енгізу керекпіз. Ол үшін телеграмға кіріп, алдында көрсеткендей казахский шрифті деп тересіздер. Қ емес, К, казахские шрифті. Көбісі таба алмай жатырмыз дейді. Неки казахский десеңіздер уже шығады. Осы жерден өзіңізге ұнаған шрифттарыңызды жүктеп аласыздар. Әдемі өйстіп загрузка жасап выбрать дейміз. Android болса сохранить загрузки дейсіздер, сосын барып енгізесіздер. Сосын неке стрелканы басқан кезде мына жерде приложениялар тұрады. Студия мына жерде шығып тұр, соны басамыз. Сосын неке енгізілді деп шығады бізге. Енді өзіміздің баннеріміз, баннерді скачать етіп аламыз телефонға, сөйтіп ол галереяда тұрады бізде. Осыны ашамыз да, мына стрелканы басамыз, бірінші тұрған. Сосын приложениялар тұрады, соған басамыз үстін и студияны таңдаймыз. Сол кезде бұл автоматически неке let's do this дейсіздер, и сразу бізді ашып береді баннерімізді. Сөйтеміз да, текст жазамыз. А деген текстке кіреміз, сөйтеміз да, атын жазамыз, например, Мирам или Мирей деп жазамыз. Галочканы басамыз да, мына жаққа қойып үлкейтеміз. Екі қолмен осылай үлкейтеміз. Цвет таңдаймыз. Цветті таңдау үшін color деген кіресіздер. Мынаны басып, розовый цвет таңдаймыз. Галочка. Енді галочканы басамыз. Сосын текстке кереміз де, например, 40-нан шығару, или тұсаукесер, без разницы, 40-нан шығару. 40-нан шығаруды уже басқа текстпен жазсаңыз болады, без разницы. Мен мына текстті қалдыра саламын. Кішірейтеміз бұны. Мерей главный болғаннан кейін мерейді үлкен болады. 40-нан шығару. Былай жазсаңыз болады, былай жазсаңыз болады. 40-нан шығаруды кішірейтемін. Және де басқа цветпен жазғым келіп тұр. Мына жерде қандай цветтер бар? Сары цвет бар, и сары цвет. Или фиолетовый цвет бар екен. Қай цвет үйлеседі, сол цветпен жазып қоямын. Қазір сиреневый бар, фиолетовый бар. Қайсы ұнайды, соны істесеңіздер болады. И просто роза қалдыра салам. Все, баннерімізге текст жазық, дайын болды. Мына стрелканы басасыздар. Сөйтесіздерді save деп сохранить етіп аласыздар. Сақталғаннан кейін галереяда тұрады. Типографияға поштасына жіберсеңіз болады, шығарып алып, клиентіңізге бере қоясыз. Сол видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.